жүргізуші студия бағдарламасы тізгінде мен Сырғалым Елжанқызы. Бүгін бізде қонақта республикалық балалар мен жасөспірімдерге арналған Ұлан газетінің бас редакторы Жадыра Нармаханова. Жадыра апай, қош келдіңіз. Бүгінгі жағдайда жағдайыңыз қалай, көңіліңіз? Қуанып 28 мектеп жалпы біздің Ұлан газетінің ең бір жақсы көретін, құрметтейтін мектептерінің бірі. Сол мектепте осындай студия ашылып жатыр екен. Соның алғашқы қонағы отырғанымызға өте қуаныштымыз. Өте қуаныштымыз. Сізге енді алғашқы қояр сауалымыз, өзіңіздің осы журналистика қалай келгеніңіз жайлы. Осы журналистика саласы балаларманның жалғасы ма, әлде үлкендердің айтуымен тағдырсыз да осы салаға жетеледі ме? Мен кеше ғана осы сұраққа ойланып отқан едім, мен мамандықты қалай таңдадым деп. Сол кезде мен бір нәрсе есіме түсті. Мен өзім әкеме қатты риза болдым. Себебі менің әкем ауылда қойшы болған кісі. Менің әкемнің туған жылы 1939 жылы туған кісі. Енді соғыстың алдында туған буын ғой. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында туған буын. Мысалы әкем қойшы болса да, оқымаған кісі болса да, ол кісі бізге өте жақсы тәрбие берген екен деп ойлап отырмын. Себебі әкем үйге бізге қажетті барлық газет журналды жаздырып қоятын, бір одан кейін кітап оқу деген мәдениетті қалыптастырды. Міндетті түрде біз кешке қарай бәріміз үйде отырып газет журнал оқимыз. Бүгін қандай жаңалық болды, мысалы оппозициялық бағыттағы мақала болсын оқимыз, ол әдеби дүние болса да оқимыз, бәріміз оқып соны талқылайтынбыз. Сонда менің әкем үнемі менің қызым диктор болады, менің қызым күшті сөйлейді, менің қызым ақылды деген секілді дүниелер айтып отыратын. Сосын мен шынымен өзімді бір күшті сезінетінмін. Бізде ауылымыз аядай ғана ауыл. Біздің ауылда бала кезімізде ешқандай үйірме болған жоқ. Сол кезде мен армандай үйірме болу керектігін де білген жоқпын негізі. Себебі ауылда ондай нәрсені көрмегеннен кейін үйірме болады деген ұғым болған жоқ. Қазіргідей әлеуметтік желі жоқ, қай мектепте қандай дүние өтіп жатыр деген секілді. Университетке түскен кезде барып түсіндім, менің әкем сол үйірмеге бермеген дүниелерін өзі бергісі келген екен. Қойшы болса да сосын кейін есейген кезде, университетке түскен кезде группаластардың бәрі кілең мықтылар екен да. Біреуінің кітабы шыққан, біреуі газетте жұмыс істеген, біреуі телеарнада жұмыс істеген. Қарасам, мен ауылдан өте көкірегім намысы келіп отырмын. Сөйтсем, мен ешкім емес екен да, мен ондай ешқандай жетістігім жоқ. Десем, ең қарапайым студенттердің бірі болдым. Сол кезде өзім кішкене аздап қысылып, бірінші курста оқуға деген құштарлығым онша оянбады. Кейін журналистикаға қатысып пәндер қоса бастағаннан бастап, мен өзімнің қабілеттерімді аша бастадым. Сосын қарай мамандығымды оқып кеттім. Бәлкім мен сол әкемнің бағыттауы да бар шығар. Бір жағынан мен мектепте оқып жүрген кезде әдебиет пәнін жақсы көріп оқыдым. Әдебиет пәні оқыған кезде осындай талдауларды, шығарма жазғанды жақсы көретінмін. Мен аудандық олимпиададан үнемі екінші орын алатынмын осы қазақ әдебиет пәні бойынша. Сол кезде мұғалімдер шулататын, бірінші орын алатындай олар көп жағдайда әділетсіз алады, екінші орын әділетті орын деп айтатын. Сол кезде мен мұғалімдердің де сондай ықпалы болған шығар, әдебиеттен беретін, қазақ тілінен беретін. Сондықтан да мамандығымды өзім жақсы көріп таңдадым. Не әдебиет, журналистика, немесе әдебиет пәнінің мұғалімі, немесе психолог боламын. Менде 3 таңдау болды. Үшеуі де маған ұнайтын. Қазіргі жұмысым осы үшеуінде басын біріктіріп тұрған жұмыс деп ойлаймын. Себебі балалармен жұмыс істеу, бұл психологта болу, бір жағынан әдебиет пәнінің мұғалімі секілді іс-әрекеттер жасайсың, өйткені баланың бәріне бағыттата беріп, үйде ғой, пәленше бүйте ғой деп тапсырма беріп отырасың, деген секілді жылы сөйлеп отырасың. Қарасам, енді 3 мамандықтың басын бірден біріктіріп алған екен. Осы салаға сізді алып келген әкеңізге де шынайы алғысымызды білдіргіміз келеді. Жадыра ханым, енді балаға жақын болу әр адамның қолынан келе бермейтін қасиет. Енді сіз тек қана Ұлан газетінің бүгін редакторы емес, балаларға ұланның әр санымен жүрек жылуын қоса беріп жүрсіз. Егер сізге бір ұсыныс түсе қалса, телевизия саласына я болмаса радиоға кетуге бір ниетіңіз бар ма, әлде тек қана осы ұланмен бірге өмір жолыңызды тәмамдағыңыз келе ме? Мен ол сауалға да ойланып жүремін. Кей кезде маған айтады, сен 17 жылдан, менің журналистикада тәжірибем 17 жыл өткен, 17 жылдан бері мен балалар басылымында істеп келе жатырмын. Мен кеткім келеді кей кезде, бірақ баратын жақсы лайықты орын осыны көрмеймін.
себебі мен белгілі бір журналистикадағы бір басқа бір ақпарат құралына барып бір партияның немесе бір биліктің сөзін сөйлеп жүргім келмейді. Бізде енді еркін журналистика жоқтың қасы деп айтсақ болады. Қазір журналистикада еркіндік жоқ. Сондықтан біз мүмкіндігінше енді балалар басылымында өзің айтар ойыңды ашық айта аласың, және балалар басылымында бір жақсы жері маған ұнайтын нәрсе, сен әйтеуір жақсылықты таратушысың. Ертең мен бір жерге барып біреудің қолбаласы болып, біреудің несін жасап кеткім келмейді, қолбаласы болып дегенде біреудің қолшоқпарын айналып кеткім келмейді. Одан да маған игілікті іспен айналысқым келеді. Ал балалар басылымында игілікті іс. Сондықтан әзір балалар басылымынан кетейін деген ойым жоқ. Мүмкін кетсем де журналистика емес, басқа салаға қарай кететін шығармын. Өйткені біздің қазір қазақстанда журналистиканың шын айту керек, жұмыс істеу өте қиын болып бара жатыр. Цензура өте көп. Тіпті біздің балалар басылымына дейін цензура бар деп айтсақ болады. Сондықтан мен басқа жерден жақсы дүние көріп тұрған жоқпын. Сосын телеарнаға бару деген нәрсе, телеарнада мен мүлде маған телеарна саласы өзіме ұнаған емес. Университетке қалай түстім, солай маған телеарна саласы ұнамады. Себебі ол да бір белгілі бір стереотиптер шығар, оқытушыларымыз айтатын. Жақсы 5-ке оқығандар газетке барады, 4-ке оқығандар радиоға барады, 3-ке оқығандар телеарнаға барады. Неге деймісіздер? Газетке барсаңдар, ол жерде қатемен не бәрмен жұмыс істеп үйренесіңдер, текстпен де жұмыс істеп үйренесіңдер. Ал радиоға барсаңдар, сөздермен алып кетесіңдер, дауыстарымен дейді. Телеарнада дауысының түрін бәрі үйлесіп тұрған кезде сенің қаншалықты сауатты сауатсыз екенін ешкім білмей қалады. Сондықтан телеарна сондай деп бізді алдады да. Енді мен Түркістанда оқыдым, ол жақта енді телеарна онша дамымаған болды ғой, ал ол жақта газетке жазуға мүмкіндік бар. Себебі республикалық газеттердің кез келгеніне мақала жазып, жақсы мақала жазсаң, шығуға мүмкіндік бар. Сондықтан да оқытушыларымыздың бізді бірінші курста алдағаны шығар бәлкім. Содан кейін ба мен өзім телеарнаға аса қызықтым. Қазіргі қоғамда шынайылық деген дүниені бұл белең алады ғой. Адамның ойынан болсын, жұмыстан болсын. Осы кезде біз барынша осы ұлан газеті, мөлдір бұлақ газеті, жалпы балалар басылымдардан көбіне шынайылықты байқаймыз. Баланың пәк көңілі ғой, жаңағы көңілін қалдырғылары келмейді. Одан бұрын баламен бірге тығыз байланыста. Енді сондай бір ерекше жылы ортадан басқа жаққа ауысып кеткеніміз енді өзімізге толық тудырады деп ойлаймын. Солай деп ойлаймын. Өйткені маған балалармен жұмыс істеген кәдімгідей ұнайды. Кей кезде әрине жұмыста бір қиындықтар болады, ол балаларға қатысты емес, кішкене өзіміздің басшылық тарапынан бір мәселелерге келіспей қалу деген сияқты нәрселер болады. Ал былай маған өзіме балаларыммен жұмыс істеген ұнайды. Өйткені балалардың әрқайсысын, мен мысалы газетке шыққан әр баланы көремін, бізде қандай күшті балалар бар, не деген жастар өскенін кәдімгі шынымен қазақстан болашағына сенеді. Мысалы бір үлкен кісілер жастарға сенбей, жастарды менсінбей тұрады да, мен керісінше қазір мықты жастарды өсіретін қуанды. Мынандай жастар бар кезде ешқашан Қазақстан бір құлдырамайды деген секілді менде бір оң көзқарас бар да. Ал қазір көп адамдар пессимизм басым ғой, менде оптимистің жағына келген кезде мен жастарға сенемін. Кәдімгідей бізде жастардың жақсы жетістікке жетіп жүргендерін көру үшін, өйткені газетте біз сондай жастарды береміз да, қай саладан болсын. Ол журналистика ғана емес, ол өнерден болсын, спорттан болсын, мысалы биология, химия, математика, қай саладан болсын, небір өнертабыс жасап біздің қазір жас балаларымыз бар да. Соларды қарап отырамын мен, неге адамдар тек бұларға қолдау ғана керек, үлкендердің тарапынан балаларға қолдау ғана керек, соның балалардың потенциалын ашуға жұмыс істесек, онда Қазақстанның балаларының, Қазақстанның тағдыры, болашағы басқаша болады. Бізде жаңа потенциалды ашу деп жатырмыз ғой. Бұл тұрғыда мысалы потенциалды ашып қана қоймай, балаларға кішкене патриоттық тәрбиеде жақсылап берсек деген бізде сондай бір ниет, арман бар да. Себебі жақында ғана мен бір кісінің постын оқып қалдым. Германияда бір Өзбекстанның жігіттерімен жолығып қалыпты студенттер. Біздің оларға танысқан кезде жігіттер бітірген соң не істейсіңдер десе, елімізге қайтамыз, Өзбекстанымызға барып еңбек етеміз депті. Ал тура солай қазақтың жігіттерін көрдік, орыс тілді еңбек жігіттер бітірген соң не істейсіңдер десе,
осы жақта қалуға тырысамыз деп айтып еді. Сонда қазір біздің қазақтың жастарының арасында кей кезде шетелге оқысақ, шетелде қалып қойсақ дегенде арман келіп бар да. Біздің сонда мықты жастарымыздың бәрі шетелге кетіп қалып жатса, ертең қазақстанның болашағы қалай болады деген сауал тұрады да. Бұл тұрғыда біз енді патриоттық жағына көбірек мән беру керек екеніміз түсінуіміз керек. Сол үшін де осындай ұлттың өзегі болатын басылымдарды, газет журналдарды оқытып, кітаптарды оқытып, солай жұмыс істеуіміз керек деп санаймын. Әсіресе мен бастапқы кезеңде балаларға, өйткені мен өзімнің тәжірибемнен айтамын, мен кішкентай кезімде шешендік сөздерді көп оқыдым. Шешендік сөздер дегеніміз ол жай ғана кітап емес, ол деген қазақтың дипломатиясы. Үлкендермен қалай қарым-қатынас жасау керек, дау туған кезде мәселені қалай шешу керек, ақыл, парасат бәрі сол шешендік сөздерде. Одан кейін мен батырлар жырын сүйіп оқыдым. Өйткені мен әке-шешеме, әжеме бәріне сонда осылап оқып бердім, мақтанып. 4-ші сыныптан бастап мен мақтанып соларды оқып бердім да. Ол нәрсе бір ұлттық әдебиетті оқыған бала ертең ешқашан басқа ұлтқа жұмыс істемейді. Ол қандай жағдайда болсын, шетелден қанша білім алып келсе де осы Қазақстанға бірдеңе бергісі келіп тұрады, істегісі келіп тұрады. Қазақстан көтерсе де шынымен қазақ үшін, қазақтың тілі үшін жаны ауырып тұрады да. Сондықтан да кішкентай кезінен бастап балаларға осы ұлттық әдебиетті оқытып өскен дұрыс. Сөзіңізге қосыламын. Мен жаңа әжем айтып отырады, жалпы нағыз ұстаз боламын десең, я болмаса жаңағы баламен балаша сөйлесіп, үлкенмен үлкенше сөйлесу керек. Яғни әр жастағы әр адамның қалай тілін табасың, сенен мықты ұстаз шығады деген секілді. Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, шешендік өнерді барлығын оқыдым деп. Я шынымен адаммен қарым-қатынасты нығайтамын десек, сол шешендік сөздерден, шешендік өнерден бастап алу керек. Өзің жаңа психолог болғым келеді дедіңіз, сонымен қатар балалар басында жұмыс істейсіз. Сол қызметіңізге көбінесе шешендік сөздерді оқығаныңыз бала кездегі кішкентай ғана жадыраның әрекеттері септігі тиді деп ойлаймын. Иә. Қазіргі кезде ақпараттық бәсекеге қабілеттілік енді белең алуда. Осы кезде сіздер енді балалар арасында оқырмандарды қалай сақтап қалуға тырысасыздар? Мысалы, қазіргі күнде әртүрлі жаңағы факт-чек болсын, я болмаса сіздермен жарыса келіп жатқан сайт болсын, газет болсын туындап жатыр ғой. Осы кезде өз оқырмандарыңызды қалай сақтап қалуға тырысасыздар? Қазір енді ақпарат беру стилі өзгерді. Мысалы, газетке мына жерде мынандай іс-шара өтті деген ақпаратты жариялай алмаймыз. Себебі бұл ақпарат тіпті сайтқа да жарамайды, қазір порталдарға жарамайды. Бұл әлеуметтік желіде бір бір секунд, минут өтетін ақпараттарда, ондай ақпараттардың маңызы жойылып бара жатыр. Ал бұл тұрғыда енді газетке біз көшірді, мысалы танымдық, тәлімдік жағынан келуіміз керек деп санаймыз. Себебі ол танымдық дүниелер газетте жарияланса, сол газетте мысалы газетте жарияланған дүние ол әлеуметтік желіге шықпаған болуы мүмкін да. Мен қарапайым дүние балаларға мысалы ақпарат жазған кезде әуелі ең бастысы мен жазу керек деген кезде сторителлинг бағытын ұстанамын. Сторителлинг деген жанрда енді қазір журналистикада оқитын студенттер жақсы біледі. Яғни осы оқиғаңды осы кішкене болсын қызығырақ ақпарат жазуға тырыс деп сөйтіп айтып отырамыз. Мен бағана ғана осы мектептің оқушысы Шакира деген қызымыз бар, елусеріктің оқушысы. Соның ағасы туралы, аға туралы жазған мақаласы есіме түсіп кетті. Соны мен былтыр Facebook парақшаға бөліскен екен да. Соны бүгін ғана оқыдым да, өзім шынымен осындай сөйтіп үлкен кісілердің көбіне ол мақала ұнапты. Ол несімен ұнады ол мақала? Себебі онда жан бар. Ол жерде Шакира құрбысы екеуі киноға барып, өзінің жаңа құрбысының ағасы қайта қайдасың деп хабар алып телефон жауап берген ғой. Сөйтсе Шакира құрбысы оны жақтырмаған, құрбысы ағасының хабарласқан жақтырмаған да. Ал Шакираға ол ұнап отыр. Өйткені мен үйде ағам жоқ дейді, мені сөйтіп іздейтін адам болса ғой дейді, бауырдың қадірін білсек қой деп сондай месседжді жазған екен. Мысалы, маған сондай мақалалар ұнайды газетке жариялаған кезде. Яғни ол жерде адамның жаны бар, адамның бір белгілі бір мақсаты бар дүниелерді. Ал мен осы тұрғыда үнемі балаларға айтып отырамын, не жазсаңдар, жаны бар дүние жазсаңдар деп отырамын. Себебі жаны бар дүниені қай кезде оқысаң да ол ескірмейді. Ол кітап секілді сақталып қалатын дүние. Біз осы тұрғыдан көбіне газетке материалдар
беруге тырысамыз. Яғни жанын батуын берсек, мысалы бір баланың халықаралық олимпиадада орын алып келсе де, ол баланың ішінде мысалы оқиғасын айтып жүреміз. Мысалы жай ғана бір балалар, мысалы өнер жапқыш балалардың ішінде әртүрлі өнер табыстар жасатқан балалар бар. Олардан біз сұраймыз, бұны жасауға не түрткі болды деп сұраған кезде, әрқайсысы өзінің оқиғасын баяндап береді. Біреу менің әжем ауырып қалған еді, сондықтан осы нәрсені қалай да шешімін тапқым келді деген секілді нелерді айтса, оқиғасын айтса, бізге бірінші кезде сол өтіп кетеді. Сосын барып ары қарай оның жасап жатқан дүниесін тарқатып кетеміз. Өйткені ол жерде жан болғандықтан адамдар қызық оқып кетеді. Например, дұрыс айтасыз. Бізде қазір мысалы факультетте қатарластарымда белгілі бір кітап оқысақ та бір өмірден алынған дүниені оқуға тырысамыз. Адамның қиялынан емес, өмірден алынған. Себебі ол жазушының жаңағы өзіндік жазу стилін қалыптастыратын дүние ғой. Өмірде болған дүниені, мысалы екеуміздің арамызда болған диалогты ертеңгі күні мен кітап ретінде жазып шығаратын болсам, ол да өміршеңдігі ұзаққа сақталатын құнды дүние болуы мүмкін. Өзіңіз айтқаныңыздай, себебі жаны бар, өлмейтін бір адамға ой салатын дүние осы шынайылықтан бастауы. Барлығы шынайылықтан. Енді апай, бүгін сіздер жаңағы осы балалар мен жасөспірімдердің алған басылым ретінде көбінесе жаңағы балалар сіздерге электронды почтаға өздерінің мақалаларын жіберіп отырады. Көбінесе енді баланың ниетін жаңа бетін қайтармайық деген ойда да болулары мүмкін, бірақ нақты талап қоясыздар. Сондай кездерде қандай талап сақталады, я болмаса арасында баланың көңілін қимайық деп жібере салатын дүниелер де бола ма? Баланың көңілін қимайық деген кезде бастапқы жасаған бала болса, біз қайтадан өзінің ішін жазып болуымыз мүмкін. Баланың фамилиясы, аты жөні соңында тұруы мүмкін деген секілді ғой. Ал мүмкіндігінше бір-екі мақала шыққаннан кейін бала өзі ары қарай алып келеді. Біз балаларға не айтамыз? Сен газетке шыққан нұсқамен өзіңнің жеке нұсқаңды салыстырып оқушыға қой деп айтамыз. Сол кезде балалар өзі ар жағында дүниесі бар бала бірден оны қағып алады да тура солай жазып үйрене бастайды. Ода тұрған бір қиын нәрсе жоқ. Бізде енді еркін ғой, біздің газеттің жақсы еркін форматта болады. Тек қана қазір енгізіп отыратын дүниеміз жиынмен жазбаңдар деп айтамыз, жасанды интеллектпен. Біз қазір ұланның жасында салып отырамыз, жиынмен емес немен жазыңдар деп. Өйткені ол қазір жиын жасанды интеллектке сеніп алса, ертеңгі күні ол өзінің шығармашылық тұлға ретінде көрсете оның атқаратын жұмысын жасанды интеллект жасап беретін болса, онда сенің ешқандай да қажетің болмай қалады ғой маман ретінде. Сондықтан қазірден бастап өзің жазып үйрен деп соған тапсырма беріп отырамыз. Сол үшін де одан қашу үшін де біз өз оқиғаңды қосып жаз ішіне, өзіңнің басынан өткен дүниені жаз деп айтып отырамыз балаларға. Өйткені ол нәрсе өте қажет екен. Сосын қазіргі балалардың ішінде бізде плагиат жазатын балалар көбейіп бара жатқанын байқаймын. Жақында ғана бір оқушыға мен кері байланыс орнатып хатын жазып жібердім да, мен әдетте ссылканы салмайтынмын, қай жерден алып отыр, мен оның бәрін факт-чекингке салып тексеремін, мен әрқайсысын плагиатқа салып тексеремін. Сол кезде плагиат шығыпты. Сосын сілтемесінің бәрін алдында ол қызға кері жібердім. Пәленше, сәлеметсің бе, қалың қалай, тура осындай материал бұдан бәлен уақыт бұрын шыққан екен. Ол осында авторы пәленше екен. Сенің материалың осыған ұқсас болып тұр деген секілді не айтсам, қайтадан жазып, ол кісіден алған жоқпын, мен орысшадан аударып жаздым деген секілді жауап жазды. Жоқ, ол жерде орысшадан аудармаған, бәрі сөйлем сол кісінікі, мен оны біліп отырмын. Бірақ енді ақтаудың бір жолы шығар. Кейбір балалар болады, мысалы бір тағы сондай бір бала сөйтіп жазды плагиат дүниені. Сосын оған мен плагиат екенін айтқан жоқ, мынау ұрлық дүние деп айтпадым. Сосын мен оған жаздым, сәлеметсің бе, бірінші мынау мақалаңа енді өз ойыңды қосып жазсаң, өз оқиғаңды қосып жазсаң қызығырақ шығар дейді. Сондықтан жалпылама жазылған материалды газетке жариялаймын деп жай ғана сөйтіп жазып жүрсем, ол маған кері байланысты. Сіз не деп тұрсыз? Мен ешқайдан да көшіріп ұрлап алған жоқпын. Бұны өзім жаздым. Маған енді былай айтушы болмаңыз деп берген жазып жүрді. Сол кезде мен таң қалдым. Қазір неше түрлі балалар бар. Сонда мен редакцияда қызмет етіп тұрмын, балаларға жазған кезде жүрегім ауырды. Әдепті сөздермен олар жазып тұрады.
олай плагиат жасай беруде ол дұрыс емес екенін ескертіп отырмыз. Біз ертеңгі күні соған әдетке айналып дайындалып алады да келесі жолда басқа жерге барған кезде де сол нәрсені істеп отырады. Біз бірақ оны жұмсақ ақырын жеткізіп отырайық. Бәрі мынау ұрлығы деп айтып жіберсек егер де әлемдегі балаға, ол бала өзіне суицид жасайтындай бала екенін мен соны байқадым да. Қазір баланың жұмыс істеуі өте қиын. Қазір балалардың психологиясы жылдан жылға әлсіреп бара жатыр да. Сол үшін балаларға мынау дұрыс емес деген сөздің өзін әдемі сөздермен алмастырып отырып жеткізесің. Сондықтан біз қайта редакцияның қызметкеріне соны ескертіп тұрамыз. Дұрыс емес дегеннің өзін әдемі жеткізін, жанын ауыртпайтындай, жүрегін ауыртпайтындай жеткізін деп тапсырып отырамын. Кері байланысып отырғанда сүйдіңдер деп. Өйткені мен оны зерттеп байқап отырамын да. Себебі қазіргі балалардың енді қатты еркіндіктің әсері шығар. Көңіл күйі құбылмалы. Біз бәрін істей аламыз, біз бәрі қолымыздан келеді деген көңіл күйде жүргендіктен олар солай айтуы да заң шығар бәлкім. Сол үшін олардың ол нәрсесін көтеруге тура келеді. Бірақ плагиат жасауға болмайтынын қайта ескертіп отырамыз. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, осылай жаңа балалармен жазып отырамыз деп. Енді басылымның ерекшелігі сол шығар, себебі осы 10-шы сыныпта сіздерге қашанғы ғой, ұлан газетіне сол оқушы болып барғансыз. Сіңілімді әкелдім. Сол негізі өзім мөлдір уақытта жастыршы болғанмен қанша жерде жаңа барлық бүйрегі өзі ұланға тартып тұрады. Себебі жаңағы балалармен тығыз қарым-қатынас орнататын нағыз қара шаңырақ деп айтқым келеді. Балаларға сіздер жаңағы қанша уақыттарыңызды бөліп жеке эссе жазасыздар, дұрысын айтасыздар. Бұл нақты ұландағы басты мақсат пен өзіңіздің редактор ретіндегі саясатыңыз қандай? Редакциялық саясат. Редакциялық саясат бізге баланың бәрі бірдей деп айтамын. Мен қызметке сөйлеп тұрмын. Баланың бәрі бірдей. Мен ол нәрсені қай кезде байқадым, мен ол кезде Ақ Желкен журналында жұмыс істейтінмін. Өзім бірге жасыршыларымызды көріп қалдым. Олар студент болған кезде, өзім көріп қалған кезде, мен бір қыздың бетінен сүйіп амандасқан кезде бір-ақ рет сүйіппін. Екінші қыз көрген кезде ұзарақ құшақтап 2 рет сүйіппін. Сол кезде біреу айтты: "Апай, сіз неге пәленшенің бетінен 2 рет сүйіп, оны ұзақ құшақтадыңыз да, біз сіздің бетіңізден бір-ақ рет сүйдіңіз" деп айтты. Сол кезде мен ойланып қалдым. Мен сонда алалап тұрмын ба балалар деп өзіме бірден сол нәрсе келді ойыма. Жоқ, сосын мен өзім қатты қысылып қалдым да, жоқ деп оны да қайтадан құшақтадым. Сосын қарасам, шынымен баланың бәрі бірдей. Оның бәріне, мысалы біреуге сен жақсы жазасың, сен демесең жақсы баласың деген сөз емес та. Баланың бәріне махаббатты бірге көрсетіп алсаң, олар да саған сондай жауап қайтарады да. Сен редакцияның саясаты ретінде мен соны үнемі естіп отырамын да. Біз жай ғана газет емеспіз. Ол жай ғана баланың жазған дүниесін жариялай салып отырған болмайды. Біз келген әрбір балаға махаббат көрсете аламыз. Мүмкін ол бала отбасынан жылы көрмей жүрген, ол бала ұстаздарынан жылы көрмей жүрген, сол көрмей жүрген жылулықты біз берейік деп мен сондай дүниені ұсынамын да. Яғни ол нәрсе ұлан газетінде автор болу, жасыршы болу деген бір достықтың мекені деп, ұлан газеті достықтың мекені деп біз үнемі айтып отырамыз. Сол нәрсені сақтап қалса екен, менен кейін келген адамдар сол нәрсені, сол саясатты ұстанса деймін. Өйткені ол нәрсе біз үшін өте маңызды. Яғни біз ақырын сөйтіп біз жақсы адамдардың ортасын қалыптастырамыз да. Кез келген ортаға барған кезде, мысалы ұландар жасыршы болғандар, автор болғандар бір-бірінің дос болып кетсе, олар келесі бір ортаға барған кезде сондай орта құралады да. Шынайы, таза, шын көңілмен қуана алатын, бір-бірінің жетістігі үшін сондай ортаны қалыптастыру үшін біз редакция саясатын сол бағытқа қарай тұрамыз. Және оны кейбір адамдар түсінбейді. Біз қалжыңдап айтатындар бар. Ол секта, ұланның сектасы демекші, енді жасы ішкен сектасы деп қалжыңдап айтатын. Бірақ оның да енді жаны бар. Өйткені достықты қалыптастыру Қазақстанның әр түкпірінен балаларға бір газет арқылы танысып, достықты қалыптастыру деген ол үлкен бір мүмкіндік алаңы деп санаймын. Сондықтан ұланды оқыған әрбір балада бір мүмкіндік бар. Демек, газетті оқып, жазылып жүрсе, бәрінде бар теңдеу. Жаңа баланың бәрі бірдей, ұлан достықтың мекені деп, мен өзім ұлан газетіне жасыршы болмасам да, әрбір қонақ болған сайын сенімен қатар баламен танысасың. Тіпті 11 сынып бітіріп жас түлек атанып жаңағы жоғары оқу орнына түскен кезде
қайдан көрдім, қалай таныстым десең, сені ұлан табыстырған. Мысалы, жанымда ең жан құрбым деген адамның өзін қазіргі ұланнан таптым. Қазіргі бізге балмұздақ пирваш деп айтамыз ғой, келіп жатқан бірінші курс студенттердің өзі ұлан арқылы көзге көрінген жандар. Ұлан әрқашанда достықтың мекені деп айтуға болады. Сіздер апай енді жас тілшілерді, осы авторларды, жас тілшілерді мектеп оқушылардың арасынан таңдап алып жатасыздар. Яғни ол енді балаларға қолдау көрсетудің нағыз тамаша үлгісі ғой. Осы бағытта жас қаламгерлердің жолын ашу, жазуға деген ынтасын арттыру үшін қандай жобаларды я болмаса бастамаларды жүзеге асырудасыздар? Болашақта қандай жоспарлар бар? Біз қазір келесі апта біз Ұлан газетінің жас тілшілерін анықтаймыз. Оны арнайы бір жақсы орында табыстаймыз деп отырмыз. Жас тілшілер куәлігін берген кезде. Бұрын мысалы Ұлан жас тілші куәлігін алатын кезде әрқайсысы әртүрлі уақыт алған екен, белгілі бір уақыт жоқ. Мен өзім осы Ұлан газетіне келгелі бері тек қана желтоқсан айында беріледі деген талап қойып қойғанда 2015 жылдан бері солай көрдік. 2015 жылдан бері Ұлан газетінің жас тілшісін алу үшін жылдың соңын күтеді. Біз оның жас тілші куәлігін берген кезде кәдімгідей бізде сұмдық талас тартыс болады. Редакцияда өзіміз балалардың бүкіл белсенді жазып жүрген балалардың фамилиясын тізіп жазып аламыз. Сосын кімнің қанша материал шықты, 2 жылдық, 3 жылдық архивті ақтарамыз. Тарихи осындай болған, осы жылы осындай болды, мына жылы мынандай жазды деп кәдімгі өзіміздің арамызда тартыс болады. Кімге жас тілші куәлігін береміз деген секілді. Сондықтан да бұл кәдімгі айтамыз ғой, бір Оскар сыйлығын берген секілді бір не болып бара жатыр деп талас тартыс болып жатыр. Кәдімгі балалардың арасында кәдімгі қызығушылық бар екен. Соған қуанып қалдық. Сосын біз қазір жыл сайын бір әртүрлі байқаулар ұйымдастыруға тырысып жатырмыз. Мысалы, биылдың өзінде біз 3 байқау өткіздік Ұлан газетінде. Біреуі Тастүлек байқауы. Тастүлек байқауы ол 3 жанр бойынша өтеді: проза, поэзия, журналистика. Журналистикада сторителлинг бағытын алдық. Сол 3 жанр бойынша байқауды өткіземіз. Байқауда әр жанрдан мысалы бірінші орын алған балаға 100 мың теңге, екінші орын алған балаға 70 мың, үшінші орын алған балаға 50 мың теңге, сондай-ақ 5 балаға ынталандыру сыйлығы деген секілді ақшалай қолдау көрсетіп сыйлық беріп отырмыз. Одан кейін биыл біз тағы да не жасадық? Туған жерім менің Қазақстаным деген байқау өткіздік. Оның да жақында келесі бейсенбі береміз, жас тілшілермен бірге. Оған мысалы біз бір қорап кітап сыйладық. Бір қораптың ішінде 70 кітап бар. Ол 70 кітаптың бағасының өзі есептесек 350 мың теңгеге сатып алыппыз да. Өте қазіргі кезде балаларға қызықты, менің кітапханамда болса ғой деп армандайтындай өте жақсы кітаптар салдым да, сапалы. Мысалы, мен өзім жаңа ағамның балаларына, әпкелерімнің балаларына Харри Поттерді беріп жүрдім. Харри Поттерді беріп жүрген кезде оның мен әр данасын, мысалы, бір томының өзін 5 мың теңге, 4 мың теңге, 7 мың теңгеге сатып алып жүрдім. Мысалы, Харри Поттердің барлық сериясы да салынды. Сосын біздің қазақ әдебиетіндегі мықты классик жазушылардың, бүкіл жазушылардың, мысалы, ең үздік деген жазушылардың барлығының шығармасын салдық, кітаптарын салдық. Сонда жақсы бір кітап жәшігі болып шықты. Кітап бокс дейміз ғой. Өте әдемі болып шықты. Ертең бас жүлде алған, бірінші орын алған, екінші орын алған және ынталандыру алған балаларға соны табыстаймыз деп отырмыз. Одан бөлек біз қазір Ұлан газеті тұңғыш рет елімізде мазмұндама байқауын өткізіп жатырмыз. Қазіргі балалар мазмұндама деген сөздің өзін екенін білмей қалуы мүмкін. Бұрын біздің оқушы кезімізде мазмұн айту деген түсінік болатын, иә, мазмұндама жазу деген болатын. Яғни біз биыл Сидней олимпиадасының чемпионы, 20 жасында чемпион болған Бекзат Саттархановтың туғанына 45 жыл болады. Сол Бекзаттың туғанына 45 жыл болуына орай және сол Бекзаттың бір өте жақсы көретін кумирі бар Елес құрылыс компаниясының президенті Махат Турали деген кісі енді сұмдық көмек тұтқан екен. Көмек тұтқан соншалық ол кісі Астана қаласында үлкен спорт кешенін салған. Бекзат Саттархановтың атында кәдімгі керемет спорт кешенін салды. Сөйтіп ол жай ғана жүрмей Бекзаттың аты ұмытылмасын деп кәдімгі танымал жазушы, белгілі жазушы Бейбіт Сарыбайға тапсырыс өтініш айтып, Бейбіттің де өзінің ұсынған ұсынысы екен. Ол бір жағы Бекзат шаш алаңынан тыс өмір деген кітап жазды. Сол кітапты
оқып мазмұнын айтып видео түсіреді 2 минуттық. Оған біз желтоқсан айының 10-на дейін қабылдап жатырмыз. Сондай видео түсіріп біздің WhatsApp-ымызға немесе ұланның баламен одан деген парақшасын ашып жіберсе болады. Оның жүлде қоры кәдімгідей қомақты. Бірінші орын алған бала 300 мың теңге, екінші орын алған бала 200 мың, үшінші орын алған бала 100 мың теңге, одан кейін 4 балаға 20 мың теңгеден ынталандыру сыйлығы беріледі. Талаптарында жас ерекшеліктері жоқ. Сол романды қай бала оқи алады, сол бала оқи алған баланың кез келгені қатыса алады. Және ол мазмұндай алса болды. Оқыған бала мазмұндай алады деп ойлаймыз. Сосын екінші жылға өткен кезде біз кәдімгідей тест жасап қоямыз. Себебі оны бір жерден оқып немесе біреудің жазып беруімен өте сау деген болмайды. Ол тест тапсырған кезде ол кітапты оқымағандығы бірден білінеді. Өйткені біз балалар ескере бермейтін жерден тест офлайн форматта өтеді. Жоқ, онлайн форматта өтеміз, бірақ балалар оқыған кезде бірден белгілі бір секундтен қоямыз деген секілді, осыншама аралықта тапсырып бітуі керек деген секілді сондай бір шарттарын қоямыз. Сол кезде әділ болады деп отырмыз да байқауымыз. Бір жағынан бұл кітап оқуды насихаттау, бір жағынан Бекзат Саттархановтың есімін ұмыттырмау. Өйткені қазіргі оқушылардан қарасақ, кеше ғана мектепке келісуге бардым, балалар Бекзат Саттархановтың кім екенін білмейді. Сосын біз видеоролик көрсеттік, көргеннен кейін Бекзаттың бейнесін көрді, шашалаңда қалай өнер көрсетті, оны көрді, жаттығып жатқанын көрді. Сосын Бекзат осындай 20 жасында жол апатынан қайтыс болды деп айтылған видеороликте. Соны көріп, мысалы, балалар кәдімгідей жылап қалып жатыр. Мысалы, олар бірінші рет естіп Бекзат туралы, өмірінде бірінші рет тұрған бала бар екен. Бізде осындай да чемпион болған екен ғой деп. Сосын айтып жатырмыз, осында чемпион болған, және ол қандай бала болған, ол кітаптарын оқыңдаршы деп насихаттап айтып жатырмыз. Сондықтан кез келген баланы осы байқауға қатысуға шақырамыз. Біздің келесі жылда осындай тағы байқауларымыз болады. Мүмкін біз тағы да бір жоба ұсынып жатырмыз. Ол демеушілер қолдаса, әрине фантастика жанрында жасөспірімдерге арналған шығармалар байқауын жасасақ деген ниетіміз бар. Сондай-ақ әдеттегі тәстүр байқауы да жалғасады. Біздің жыл сайын өтетін жастар форумы болады. Сосын жаздың күні әдеттегі саммит байқауымыз болады. Қазір кездесуіміз. Біз қазір келесі апта біз Ұлан газетінің жас тілшілерін анықтаймыз. Оны арнайы бір жақсы орында табыстаймыз деп отырмыз. Жас тілшілер куәлігін берген кезде. Бұрын мысалы Ұланның жас тілші куәлігін алатын кезде әрқайсысы әртүрлі уақыт алған екен да, белгілі бір уақыт жоқ. Мен өзім осы Ұлан газетіне келгелі бері тек қана желтоқсан айында беріледі деген талап қойып қойғанда 2015 жылдан бері солай кетір. 2015 жылдан бері Ұлан газетінің жас тілшісін алу үшін жылдың соңын күтеді. Біз оның жас тілші куәлігін берген кезде кәдімгідей бізде сұмдық талас тартыс болады. Бір жаста өзіміз балалардың бүкіл белсенді жатып жүрген балалардың фамилиясын тізіп жазып аламыз. Сосын кімнің қанша материал шықты, 2 жылдық, 3 жылдық архивті ақтарамыз. Пәленше осындай болған, осы жылы осындай болды, мына жылы мынандай жазды деп кәдімгі өзіміздің арамызда тартыс болады. Кімге жас тілші куәлігін береміз деген секілді. Сондықтан да бұл кәдімгі айтамыз ғой, бір Оскар сыйлығын ба берген секілді бір не болып бара жатыр деп талас тартыс болып жатыр. Балалардың арасында кәдімгі қызығушылық бар екен. Соған қуанып қалдық. Сосын біз қазір жыл сайын бір әртүрлі байқаулар ұйымдастыруға тырысып жатырмыз. Мысалы, биылдың өзінде біз 3 байқау өткіздік Ұлан газетінде. Біреуі Тастүлек байқауы. Тастүлек байқауы ол 3 жанр бойынша өтеді: проза, поэзия, журналистика. Журналистикада сторителлинг бағытын алдық. Сол 3 жанр бойынша байқауды өткіземіз. Байқауда әр жанрдан, мысалы, бірінші орын алған балаға 100 мың теңге, екінші орын алған балаға 70 мың, үшінші орын алған балаға 50 мың теңге, сондай-ақ 5 балаға ынталандыру сыйлығы деген секілді ақшалай қолдау көрсетіп сыйлық беріп отырмыз. Одан кейін биыл біз тағы да не жасадық? Туған жерімнің Қазақстанның деген байқау өткіздік. Оның да жақында келесі бейсенбі береміз, жас тілшілермен бірге. Оған мысалы біз бір қорап кітап сыйладық. Бір қораптың ішінде 70 кітап бар. Ол 70 кітаптың бағасының өзі есептесек 350 мың теңгеге сатып алыппыз да. Өте қазіргі кезде балаларға қызықты, менің кітапханамда болса ғой деп армандайтындай өте жақсы кітаптар салынды да, сапалы.
мысалы мен өзім жаңа ағамның балаларына, әпкелерімнің балаларына Харри Поттерді беріп жүрдім. Харри Поттерді беріп жүрген кезде оның мен әр данасын мысалы бір томының өзін 5.000 теңге, 4.000 теңге, 7.000 теңгеге сатып алып жүрдім. Мысалы Харри Поттердің барлық сериясы да салынды. Сосын біздің қазақ әдебиетіндегі мықты классик жазушылардың, бүкіл жазушылардың мысалы ең үздік жазушылардың барлығының шығармасын салдық, кітаптарын салдық. Сонда жақсы бір кітап жәшігі болып шықты. Кітап бокс дейміз ғой. Өте әдемі болып шықты. Ертең соны бас жүлде алған, бірінші орын алған, екінші орын алған және ынталандыру алған балаларға соны табыстаймыз деп отырмыз. Одан бөлек біз қазір Ұлан газеті тұңғыш рет елімізде мазмұндама байқауын өткізіп жатырмыз. Қазіргі балалар мазмұндама деген сөздің өзін екенін білмей қалуы мүмкін. Бұрын біздің оқушы кезімізде мазмұндау деген түсінік болатын, мазмұндама жазу деген болатын. Яғни біз биыл Сидней олимпиадасының чемпионы, 20 жасында чемпион болған Бекзат Саттархановтың туғанына 45 жыл болады екен. Сол Бекзаттың туғанына 45 жыл болуына орай және сол Бекзаттың бір өте жақсы көретін кумирі бар Елес құрылыс компаниясының президенті Махат Турали деген кісі енді сұмдық көмек тұтқан екен. Көмек тұтқаны соншалық ол кісі Астана қаласында үлкен спорт кешенін салған Бекзат Саттархановтың атында кәдімгі керемет спорт кешенін салды. Сөйтіп ол жай ғана жүрмей Бекзаттың аты ұмытылмасын деп кәдімгі танымал жазушы, белгілі жазушы Бейбіт Сарыбайға тапсырыс өтініш айтып, Бейбіттің де өзінің ұсынған ұсыныс екен ол бір жағы. Бекзат шашаланнан тыс өмір деген кітап жазды. Сол кітапты оқып, мазмұнын айтып, видео түсіреді 2 минуттық. Оған біз желтоқсан айының 10-на дейін қабылдап жатырмыз. Сонда видео түсіріп, біздің WhatsApp-ымызға немесе Ұланның баламен деген парақшасына ашып жіберсе болады. Оның жүлде қоры кәдімгідей қомақты. Бірінші орын алған бала 300 мың теңге, екінші орын алған бала 200 мың, үшінші орын алған бала 100 мың теңге, одан кейін 4 балаға 50 мың теңгеден ынталандыру сыйлығы беріледі. Балаларда жас ерекшеліктері жоқ. Сол романды қай бала оқи алады, сол бала оқи алған баланың кез келгені қатыса алады. Және ол мазмұнын мазмұндай алса болды. Оқыған бала мазмұндай алады деп ойлаймыз. Сосын екінші жылға өткен кезде біз кәдімгідей тест жасап қоямыз. Себебі оны бір жерден оқып алып, немесе біреудің жазып беруімен өте салу деген болмайды. Ол тест тапсырған кезде ол кітапты оқымағандығы бірден білінеді. Өйткені біз балалар ескере бермейтін жерден тест офлайн форматта өтеді. Жоқ, онлайн форматта өтеміз, бірақ балалар жаңа оқыған кезде бірден белгілі бір секундпен қоямыз деген секілді, осынша аралықта тапсырып бітуі керек деген секілді сондай бір шарттарын қоямыз. Сол кезде әділ болады деп отырмыз да байқауымыз. Бір жағынан бұл кітап оқуды насихаттау, бір жағынан Бекзат Саттархановтың есімін ұмыттырмау. Өйткені қазіргі оқушылардан қарасақ, кеше ғана мектепке келісуге бардым, балалар Бекзат Саттархановтың кім екенін білмейді. Сосын біз видеоролик көрсеттік, көргеннен кейін Бекзаттың бейнесін көрді, шашалаңда қалай өнер көрсетті, оны көрді, жаттығып жатқанын көрді. Сосын Бекзат осындай 20 жасында жол апатынан қайтыс болды деп айтылған видеороликте. Соны көріп, мысалы, балалар кәдімгідей жылап қалып жатыр да. Мысалы, олар бірінші рет естіп Бекзат туралы өміріне бір естіп тұрған бала бар екен. Бізде осындай да чемпион болған екен ғой деп. Сосын айтып жатырмыз, осында чемпион болған, және ол қандай бала болғанын кітаптарын оқыңдаршы деп насихаттап айтып жатырмыз. Сондықтан кез келген баланы осы байқауға қатысуға шақырамыз. Біздің келесі жылда осындай тағы байқауларымыз болады. Мүмкін біз тағы да бір жоба ұсынып жатырмыз. Ол демеушілер қолдаса, әрине фантастика жанрында жасөспірімдерге арналған шығармалар байқауын жасасақ та деген ниетіміз бар. Сондай-ақ әдеттегі дәстүр байқауы жалғасады. Біздің жыл сайын өтетін жас жігіттер форумы болады. Сосын жаздың күні әдеттегідей саммит дейміз болады. Қазір кездесуіміз. Қадыр апай, сізге бүгін уақыт бөліп келгенде рахметімізді айтамыз. Және өзіңізге енді бізде импровизациялық сұрақ деп айтсақ болады. Тез әрі нақтылыдан жауап берсеңіз, егер газет бір сөйлеммен оқырманға ұнататын болса, не дер еді деп ойлайсыз, редактор ретінде? Рухани бай бол. Ең бақытты сәтіңіз қандай болды журналист ретінде?
журналист ретінде мен осы жас тілшілердің жетістікке жеткенін көрсем мен ең бақытты сәтім. Және ол бізде үнемі осындай бақытқа бөледі сәт, өйткені біздің жас тілшілер бәрі жетістікке жетіп жүр. Жас тілшілерімізбен бірге, оқырмандарымызбен бірге, газетпен бірге сіз де әрқашан үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған жасөспірімдерге арналған ұлан газетінің бас редакторы Жадыра Нармаханова. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.